Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен салат турецкий жасаймыз. Арнама тіркеліп қойыңыздар, жаңа видеоларды жіберіп алмаш үшін. Ең алдымен баклажанның үстіне тұз сеуіп, шетке қойып қоямыз араластырып. Етіміздің үстіне тұз сеуіп, соя тұздығын қосып, өсімдік майын қосып, сарымсақты күштен өткізіп, жақсылап араластырып, маринадтап қоямыз. Енді көкөністерімізді кесіп дайындап қоямыз. Бұрышты да, қызанақты да осындай формада кесіп аламыз. Қызып тұрған майға баклажанымызды қуырып аламыз. Видеодағыдай қызарғанша қуырамыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды да қуырып аламыз. Сәл қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін маринадтап тұрған етімізді де қуырып аламыз. Қуырылған баклажанымызды, тәтті бұрыш, қызанағымызды, укробымызды және қуырылған етімізді осындай табаққа салып, үкіштен бір сарымсақты өткіземін. Татымына қарай қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырамын. Осындай салат болып шығады. Дәмді әрі оңай. Астарыңыз дәмді болсын.